Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз баклажандарды жұқалап турап аламыз. Енді мен тұз сеуіп қоямын. Кішкене біраз суы шыққаннан кейін суын төгіп тастайтын боламыз. Енді мында мен 2 жұмыртқаны араластырып дайындап қоямын. Осылай міне ұн мен жұмыртқаға аунатып алғаннан кейін мен бір-бірлеп қуырып шығамын. Яғни достар, бұл жерде оттың асты қатты болмау керек. Орташа отта қуырдым. Енді міне қызанақтарымызды жұқа етіп домалақтап турап алатын боламыз. Менде бұл жерде 2 кішкентай сарымсақ. Мен бұл жерде қаймақ қолданамын және үстіне кішкене тұз себемін. Міне достар, дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Отбасыларыңызды жасап қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.